Қайырлы күн, Диана ханым, қалыңыз қалай? Өте сұлу болып отырсыз бүгін. Рахмет үлкен. Мен осы жерде бір түсінбейтін, бағана рекламаға дейінгі мәселе жайлы айта кетейін. Қай мәселе? Наяқтан отырып еңлік баянға сөйлеп отырса, Нұрсұлтан менің артымда отырып бірдеңе деп еңлікке сөйлеп отыр да, қыздардың арасына жағаласып. Сол Нұрсұлтанға айтамын да, еңлік сөйлесе, осы Нұрсұлтанның бірдеңесі үшін түсінбедім. Или нең бар сен еңлікке қарсы? Мысалға бұл жерде қыздар сұлу, аруы болып отыр ғой. Мысалға еңлік мен үшін алады. Соны айтсам, Нұрсұлтан не жерде отырып. Онда сұлулыққа таласамыз, жігіттер не болды? Сұлулыққа таласқанда просто бұл жерде еңлік баянға қарап сөйлеп жатса, Нұрсұлтан мынаяқтан тұрып еңлікке қарап сөйлеп жатыр. Соны айтып жатырмын да мен. Не үшін өйтіп еңлікке қарап атылады? Сұлу, бірақ Диана ханым, ол да дұрыс, оған қосыламын, жарайды. Бұл жағынан қатты нем жоқ. Бірақ анау мен қыздарды андай жек көремін да, Диана ханым. Мен сұлу, мен өте көркемін деп анау болады. Бірақ аса қыздар сендірген нәрсе жараспайды деп ойлаймын. Сұлулықтарың, егер өздерің бір биязылықтарың көрініп тұрса, оны халықта көреді. Ізбасар негізі бар нәрсені бар етіп айтып жатыр. Нағыз қоймайды. Сендер енді бар нәрсені қолдан жасап жатсыңдар ғой, мынаны жасадыңдар, наяқ жасадыңдар кәдімгідей. Сіздің қасыңызда отырған қыздар мынаны жасады ғой. Қыздар, мен сендерге айтайын. Кішкене ойланып айтсаңызшы, сөйлесеңізші. Не дейді? Жоқ, бұл жасатқан, ол сендерді сияқты дүние емес қой. Не біздікі сияқты? Былай айтайын, қыздар, сұлулықтарыңды түрмен келтірмей қойыңдар, биязылықтарыңмен, өздерің мінездеріңмен. Мен мысалы әсел отырады, мен әсел кейде бір сөйлеймін деген кезде мен айтамын, именно осы бір сұлулық кезінде таласпай ақ қойшы, халық өзі береді деймін да. Халық өзі берген кезде, жоқ, сөйлемейсің ғой, мен өзім айтып жатырмын да қазір енді. Особо ондай қатты қыздар таласпай ақ қойып, халық өзі жақсылап шешсін. Біресе дейсің ба? Мен қызым сұлу, мен қызым алады, Диана ханым сұлулықты. Болды? Болды, мен қызым. Бұл жерде сұлу мен қызым болды. Мен де өзім неме айта аламын ғой, дұрыс. Енді сұлу қызыңызға микрофон берсеңіз. Диана ханым, негізі мен таласпаймын. Таласатындар таласа берсін. Сұлу адам үндемей ақ отыр. Деп ойлаймын. Бірақ енді ол нәрсемен шектелмейді, арена сұлулық, ол жүректе. Нағыз сұлулық жүректе. Сенің айтайын ба, ниетің ең бастысы. Сен адамдарға қарауың, ниетің ең бастысы. Сұлулық бетте емес жүректе. Психологта отырған сияқты болдың ба, Диана ханым? Рахмет. Просто ақыл саған керек қой, Арина. Анам, рахмет. Диана ханым бағана қатысып отыр. Қыздар бәрін сұлусына, просто қыздардың да сұлулығы бар ғой, негізі ерекшесі. Мен ойымша баян да ойлаймын, негізі баян лайықты соған. Еще Диана ханым маусым қатысушы деді ғой, негізі. Бірақ уверенно, всегда өзін четко ұстайтын алтын белгі лидер қыз ол Айдана ғой, Диана ханым. Крашты айтатын болсақ, Алматқа краш деген атын енді жігіттер крашқа дауыс бергендеріңіз ұят болады сіздердің. Просто крашпен жүремін ғой, всегда сыртта да оны атын атамайды, бәрі краш дейді. Мен ойымша алады Алматы тоқа. Жансая, рахмет. Санат. Жалпы Санат оң жағымда отырып, Алмат сол жағымда отырып, баян деп жатыр ғой. Енді тегін таксистеріне енді жағыну ғой бұның бір жағы айтқанда. Жалпы Диана ханым, сұлулық деген, ол қыздың сұлулығы, әсел дұрыс айтады, ішкі жан дүниесі, сыртқы жан дүниесі барлығы жатады. Және де бұл жерде тағы бір айта кетемін, қыздың жүріс тұрысы қай жерде жүреді, қай жерде тамақтанады, қай жерлерге барады деген сияқты ғой. Жансая, сен ойланып сөйлесеңші, мен қайда жүр екенмін? Содан кейін машина деп атсың ғой, өзіңде түк болмағаннан кейін үйтіп айтпай қойды, түсіндің ба? Тегін таксист дедім мен. Машина туралы ештеңе айтқан жоқпын. Бұның бәрін өзім еңбегіммен тырмысып, қайдағы мына жақта отырған кейбір қатысушылар емес, өзім тырмысып жұмыс істеген. Жоқ, баян жалпы сенің жасың келді ғой, сен әжерде жас қыздармен таласатындай жаста емессің, мен сұлумын деп. Беретін халық өзі береді. Не үшін? Сұлулығым бар ғой енді. Мен де жас болдым, менің сұлулығым әлі қалыпты. Кетіп қалған жоқ. Сенің мақсатың тұрмысқа шығу бұл жерде самый главный. Мен дәл қазір QR код дәл экранның төменгі жағында, менің оң жағымда болу керек. Дауыс беріңіздер, ұялы телефондарыңыздың камерасын ашып, кодты сканерлеп, кіріп, әр номинация бойынша өз дауыстарыңызды беріп кетіңіздер. Айтайыншы, мына жақта енді Жансаяға қарап отырсам, мен жаңа Жансая мен сол жағымда отыр дейді ғой, Жансая мен оң жағымда отыр, дұрыс па? Жансая, саған айтайын деп едім, бір көре алмайтын, іші тар, бір пасық адамды көріп отырмын да қасымнан. Кезінде бұл адаммен қалай сөйлестім екен деген ой келіп жатыр да маған. Алмат, бұл артық. Диана ханым, сол нәрселерді мысалға... Бір номинацияға бола осындай сөздерді айтқаныңыз қаншалықты дұрыс. Пасық, бекер сөйлестім. Ер азаматтың бойынан бұндай сөздерді жек көремін айтқан кезде. Номинация емес, мен просто ішіме қалайындай бір тиіп атқан нәрсе, жаңа тегін такси деп отыр. Жансая, тегін таксимен жүрем ба, пойызбен жүрем ба, ұшақпен барам ба, үйге дейін тегін барам ба, ақшамен барам ба, сенің ешқандай ештеңе. Қыздар таласа берсін, бірақ Алмат, пасық адам, мен бұл қызбен қалай сөйлестім, өте нашар екен. Не үшін ондай сөздер, Алмат?
айта кетейінші. Рас болса ішіңізде қалсын, оны ел алдында айтқаннан сіз ойлайсыз ба сіздің абыройыңыз, беделіңіз артып кетеді деп? Иә, Диана ханым өте дұрыс айтасыз. Шынымен де қыз баласына үйтіп, сенің ішің тар екен, пасық адам деген Алмат, ондай сөздеріңді жинастырып ал, хорошо, мұн жақта сен өзің сөйлестің да, өзің таңдауың болды кезінде. Қазір просто сыйластықпен сөйлессең болады да, оны пасық адам деп сен төмен түсірдім деп отырсың ба, сен өзің төмен түсіп қалып отырсың бар ғой. Екеуің де жақсы сөз айтып Мен де отырған айтам. жоқсыздар. Алматта жаңа кім Жансая да жақсы сөз айтып отырған жоқсыздар. И мына жақта Мағжан енді ізбасыр айтып жатсыздар ғой, мен қызы мынау деп әркімдікі өзіне ай көрінеді көзіне деген. Әрқайсысың өздеріңіз сұлуларын таңдадыңдар. Болды ғой, енді қажет емес менікі әдемі деп. Халық шешсін, Диана ханым, халықтың сүйікті өзінің бір несі болады, қатысушы деген сияқты. Бірақ менікі әдемі деп ше, кәдімгіден таласып кеткен ба, ай десең ай, күн десең көзі деп. Иә, сондай Диана ханым, жаңағы мәселе үшін ренжімеңіздер, шамалғандай агрессивный болып кеттім. Түнімен ұйықтамағам, досым үшін уайымдап. Шынымды айтайын, 2-ақ сағат ұйықтадым Диана ханым. Содан кейін сәл не болып тұр ғой. Қойыңдар номинацияда бір-біріңді жаңағыдай жамандай жүрмей. Номинация күніне болар екен. Диана ханым негізі бар ғой, жігіттердің қыздардың әңгімесіне араласқан дұрыс емес әрине, жаңағы Алматтың. Бірақ Диана ханым, егер де Баян өзінің сондай көңілімен жігіттер егер де по пути болса, алып кеткенге тұрған бір жаман нәрсе бар ма деймін ойлаймын да. Негізі адамның жақсы жағын атау керек. То, что Баян действительно жақсылық жасап отыр ма, просто они благодарны. А олар қазір отырып алып машинасы еще мына жерде Баянға жамандап отырса, Диана ханым, ол да бір адамгершілікке жатпайтын сияқты. И действительно, может, жігіттермен дос бола алатын қыз ретінде қолдап отырған түрлері бар. Почему қыздарды жамандаумен ғана өтесіздер? Алмат? Иә, Диана ханым, өте негізі адамның енді басты құндылығы, қасиеті ол адамгершілігі, қарапайымдылығы негізінде. Көбіне енді Баянға қарайтын болсақ, мінез жағынан да, түргелбет жағынан да, жалпы адамгершілік жағынан да өзіне деген жетіп артылатындай мінезі барлығы қалыптасқан. Сондықтан бұның жақсылығын енді біздерде де жақсылықпен қайтады деген сияқты әңгіме. Просто бұндай нәрсені бұл жаққа шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын бір. Иә, Диана ханым, мен де келсем, просто Баянға кейде риза боламын, сабырлығынашы. Енді Жансая не дегенмен жассыз қанша сөз айтып жатса да, спокойно қабылдап айтып отыр да. Молодец Баян саған. Диана ханым, негізі номинациялардың арасында маусым фразасы деген бар ғой? Бар. Соған бір таласпадық қой Нұрсұлтан. Негізі өмір деген күшті деп баста кеткізді. Диана ханым, негізінен жалпы мен жаңа Санат айтып жатыр ғой, Баян үндемей отыр ғой деген сияқты, мен Баянның бір намысына тиетін ештеңе айтқан жоқпын. Жалпы мен айтатын болсам, менің ішімде біраз нәрсе жатыр, менің тілімді қышытпай қойыңдар, қыздар әсіресе. Жоқ, Жансая, мен саған айтайыншы, кішкене сіңлімсің ғой, кішкене тіліңді тартып сөйледегің келеді. Сен негізі Баянға емес, ренішің басқа нәрсеге болып жатқан сияқты. Баян арқылы басқа жақтан жаңа ренішіңді айтып қалғың келіп тұр да, олай керек емес. Нақты айтасың ба, қазірде ренішіңді айтып қал. Менің ешқандай ренішім жоқ, ренішім болса уақытында айтар едім. Сосын менің тілімнің ұзындығына тиіспей қойыңдар, мен өзім білем, қалай сөйлеймін, қалай жүремін, қалай тұрамын. Жоқ, мана енді микрофонсыз бір арттарыңды ашам, үйтем, мен тілімді қышытпаңдар деп өзі айтып отыр да. Мен микрофонға айттым оны. Жоқ, микрофонға айтқан жоқсың, микрофонсыз айттың. Соны Микрофонға да айтсайшы, айтып тұрмын духың ғой. жетсе. Айттым ғой? Иә, мен де Жансая ойлаймын да, мұлқау болып немеге отырып қалды деп сұржылан болмай отыр, осы жерде бар ғой, қайта тиісесің, еще өтірік келіп тиісесің да. Мәселе өтірікте емес бұл жерде, Баян. Кімнің кім екенін барлығымыз жақсы білеміз. Өзі жыландардан шатасатын болдық, кім қандай езді? Бұл сұржылан, мен анакондамын. Бізде еще кобра бар. Кобра кім? Білесіздер ғой, айтты ғой. Білмейді екен мен оны. Өзі айтып еді ғой. Мен кобрамын деп. Сіз кобрасыз, мен анакондамын дейді. Мені кобра деп жатыр ма? Ой қызыға. Негізі сен күштісің, Баян, реально, болды. Басқа ештеңе айтпаймын. Мына жерде отырады да, кобра, анау деп сыртқа шыққанда, Аида кешірші, маған дауыс берші деп айтып Мен жамандап жатқан жоқ деген не, Баян, мына жақта сұржыланды айтып жатырмын ортадағы. Қыздар. Ужас просто жеткен деңгейің сол ғой, әркімге кобра, анау деп айтқан, просто кішкене дистанция қап. Жоқ, сен кезіңде айтқан нәрсеңді енді неме артқа тұрсың ба? Отырып, мен кобрамын мына жерде деген сияқты. Сенің айтқан сөзіңе жарайды, я солай деп қоя салдым, болды ғой енді. Енді мен де айтып отырмын ғой. Қайта мені не қыстырынып алатысың мына жерге? Сабыр. Бізде негізінде қазақтарда, жалпы тойларда тойдан кейін ұрыс жанжал шығатын еді. Бізде барлығы тойға дейін болып жатыр. Тойға мана сен жетсек болар еді. Алмат? Енді айтпасқа болмай жатыр тағы Диана ханым, енді бұл Не болды? Енді кімге Жансаяға айтқым келеді да, енді жаңа тілім ұзын деп жатыр да. Жансая, саған айтайын, мен тіліңді ұзартпа, тіліңді қысқартып, наоборот көйлегіңді ұзарт, хорошо. Сол кезде ғана бір инабатты, ибалы қыз боласың.
Жоқ, Диана ханым, жалпы осы жерде мен Алматқа қарасам, бір обиженный мальчик көремін да, кәдімгідей. Бір андай өздерінің нелерін айтып, реніштерін айтып, всегда бір қыздың төмен түсіргісі келеді, одан ол көтерілмейсің сен, Алмат. Менің етегім ұзын бола ма, қысқа бола ма, сен жауап бермейсің, оған әке-шешем жауап береді. Әсел. Бірақ бұл жерде Диана ханым, кешірім сұраймын. қатысушылардың көптеген несі ошибкісіне пікірді тыңдамай пікір айту. Ат айтылып қалса атылып жатыр да мына жақта. Бұл жерде егер Жансаяның сөзіне үнілсеңіздер, Баян саған қарсы Жансая ештеңке айтпады бұл жерде. Бұл жерде тек қана Санат пен Алматқа айтты. Сендер алдыңдарда Баян мен Жансаяның арасына қазір от салып жібере салдыңдар. Сен туралы еш нәрсе айтылмады бұл жерде. Санатқа айтты, Алматқа айтты. Сенің мәшінең жоқ, дүниең көп, дүниеңмен салысатындай әңгіме айтпады бұл жерде. Бірінші қатысушылар пікір айтып жатыр ма? Тыңдап алыңдар, не айтып жатыр? Вот именно тыңдап алыңдар. Айтып жатыр ғой, кафеде, тоқтай тұршы, кафеде жүреді, анда жүреді деп жатыр. Мен Жансаяға айтқым келіп тұр, біреудің өмірімен неткенше өзіңнің өмірінің сорпасын сапырып ал, түсіндің ба? Саған еш нәрсе айтпады ғой бұл. Қалай айтпады? Сен қай құлағыңмен естіп отырсың? Ойбой. Жоқ, Диана ханым, жалпы менің өмірім Аллаға шүкір жақсы, түзу жолдамын. Сосын не ғой, жаңағыдай сен өзіңді бұл жерде кобраға теңеп, бірдеңеге теңеп отырсың да, сен өзіңді сыйламағаннан кейін сені ешкім сыйламайды. Аузыңды жап шей. Жаппаймын. Жоқ. Жоқ, басқа не айтам? Негізі күлеміз ау, бірақ сырттан қарағанда біздің сыртымыздан халық қазір не ойлап отыр екен дейді. Халық біздің үстімізден күліп отыр. Мен сізге айта күліп салайын. отыр. Негізі майда әңгіме болып кетті. Жігіттер, қыздар, барлықтарың сұлусыңдар, өздерің үшін, барлықтарың сымбаттысыңдар, барлықтарың крашсыңдар. Не болды сендерге бір номинацияға бола, бір-біріңді төменге түсір, бір-бірің Шерхан, көтер. бұл басы. Номинациялар табысталған күні қызықтың көкесі болады әлі. Жоқ, Шерхан немдесе данышпанданып отыр қазір бір 10 минут бұрын тұрып алып, крашмен деп отқан адам. Жоқ, қара енді. Мені Диана ханым қыздар мойындағаннан кейін мен мойындадым да өзімше. Енді осында отырып қаншама қыздар айтты ғой, мен өзім. Бірақ Арина айтқан шығар. Жоқ, Нұрсұлтан, сен егер естімесең, Алматыда айтып жатыр ғой қыздар мына жақта. Сені тек қана Арина айтты. Тыңдап отырсың. Мейлі, мен таласпаймын. Мен өзім үшін осындай адаммын да енді. Негізі айтып жатырмын. Сол үшін үйтіп бір-бірін түсірмеңдер. Сен жылансың, мен жыланмын деп айтуға ұялмайсыңдар ма, қыздар жалпы? Ят негізі. Әрбір қыздың ішінде жылан бар, на то пошло. Айтты ғой оны. Ұялмайсыңдар ма емес, ұялмаймыз, болды ма? Ят жоқ екен. Баян бүгін өмірге, дүниеге ашулы сияқты. Жалпы, Ізбасар мырза. Мен просто күлгім келіп отқан. Не, мені ұлы жыландар қаптап кеткен мына жақта деймін де. Жоқ, ештеңе айта алмаймын Диана ханым. Қыздардың өзінің арасында әңгімемен. Лишний жоқ. Диана ханым, потому что Нұрсұлтан екеуміз бөлек отырмыз, сол үшін мен бүгін настроением жоқ. Осы екен ғой себебі. Осы әңгіме кел. Сіз не алысқа кетіп қалғансыз? Бергесейші. Енді Диана ханым, яты жоқ адамның жанында отыр ғой, ұялып атқан шығар Нұрсұлтан. Әлде мен Нұрсұлтан себебін айта салайын ба? Неге сіз Баяннан алшақ отырғаныңыздың? Айтайын ба? Айта беріңіз, Диана ханым. Неге себеп жоқ? Сіз айттыңыз ғой сыртта. Сізге ма? Маған емес, менің әріптестеріме. Осы мен тілім бір... Нұрсұлтан, мен таныстықты тоқтатқым келетін сияқты, маған Баян ұнамайды деп айтыпты. Оны Диана ханым бедек. Мен не деген адамын дейді, мына Санат маған, мен өзім білетін шығармын. Ал Диана ханым, мен айтайыншы, кеше TikTok желісінде отырады ғой бұл кісі, сол кезде мен бақыладым. И анандайда осындай әңгімелер болып атады. И жоба бітуіне 2 апта қалды ғой, шыдай тұрайық деген сияқты әңгімелер болып атыр да. Егер солай айтсам, Диана ханым, мен тоқтатайық деп айтпаса едім, ол біріншіден Баян, мен жобаудың бітуіне не үшін қалды дейін, өйткені аяқта пікір жазылып жатыр ғой. Сен үйленбейсің. Айналайындар, үйленбейтін жан, бір 15 күн отырып кетейік, болды, енді бұйырғаны болатын жар, біздің мұрнын түштайған біреу де бұйырып тұрған шығар деген сөзге келтірдім. Бұлай теріс мағынада айландырып әкелдім. Санат. Диана ханым, шыны керек, Нұрсұлтан түсінбеймін бар ғой, не деген адамсың, реально саған уже жұп болды, үйленуде керек емес. Мысық асырып отыра берсің. Сен ше, мына жақта Мағжанмен, Енілікпен сөйлесіп, өзіңнің сәл-сәл неңді көресіз, жан доспен үштікке кіріп. Мысал үшін ше, пікір айтқанда. Сенікімен менікін салыстырмақ қойшы, шыны керек. Нұрсұлтан, сен мына сұраққа жауап берші, келесі маусымға не үшін келейін деп жатсың онда?
мынандай әңгімелерден же мен именно осындай Енді сұрақтар. баянға сыртта айтылған себепті ашып түсіндіріп айтып берсеңізші, қай сәтте көңіліңіз қалып кетті? Неге жасырасыз? Оны егер Диана ханым сізге адам айтатын болса, мен айтқан адам айтса, мен оны айтқам. Жоқ, сол дүниені мен меңзеп тұрмын ғой. Сіз өз аузыңызбен неге айтпайсыз оны сыртта айтқанша, баян себебін біліп жүрсін. Екеуміз өйткені сөйлескенде бір жоқ Диана. Дос, я. А былайынан одан асқан бір дүние болмай жатыр. Өйткені қанша күні бір кездесіп те жатыр, жекеде кездесіп жатыр, обществода кездесіп жатыр. Бұлайна прогресс ретінде тартылыс деді ғой, Ақтөре ана адамды көргің келеді, күніге кездескің келеді. Мен Ақтөреге сұрақ қойдым ба, қай кезде сен түсіндің әйел ретінде болады деген кезде, ол нәрсе екеумізде жоқ. Я, дос ретінде күшті әңгімеміз бар, бірақ былайнан прогресс. Бізде жарнамадан кейін нақты таныстықтың тоқтауының себебін бірге білеміз.